газет журналдар, жалпы мерзімдік баспасөз, интернет басылымдар, сайттар, бұлар өз күнделікті оқуға тиісті нәрсе. Бұл күнделікті біз тұтынатын кәдімгідей ақпарат құралдары болып саналады. Ал енді кітап ол қажеттілік. Кітапты оқыған кезде кітапты жаңағы газеттер сияқты болмаса журналдар сияқты жазылып мерзімдік жағдайда оқымайсың, оны белгілі бір мақсатпен оқисың кітапты. Кез келген кітап ол адамның өзінің шығармашылық көзқарасына, тағы да басқалай бір қарымына сондай әсер ететін нәрсе. Кей жағдайда мысалы кітап қандай мақсатпен оқылады? Мысалы кәсіби өзінің жұмысына байланысты әдебиеттер болады. Соны міндетті түрде оқу керек болады. Болмаса қоғамдағы әлде бір жағдайға байланысты заңнамалар, мысалы құқық сияқты нәрселер, оның бәрі тұтыну әдебиеті болып саналады ғой. Ал енді адамның өзінің жанына, өзінің көңіл күйіне, өзінің жүрегін тазалайтын кәдімгі рухи әдебиет деген болады. Рухи әдебиет дегеніміз қазіргі кейбір жазушылар біздің пайдаланып жүрген бір термин ғой енді, бірақ ол жаңағы діни әдебиет деген әңгіме болып шығады олардың сөздерінің түбірі. Негізінде рухи әдебиет деген ол ежелден келе жатқан сөз, ар жағы шығыс шайырларынан шығатын болса, бер жағы сол біздің абайлардан бізге ауысқан, Тұрмағамбеттерден бізге ауысқан керемет бір әдемі сөз. Рухи әдебиет деген адамның жанына қажетті әдебиет, өзінің жүрегіне қажетті әдебиет, жанын тазалайтын, адамның сезімін, жүрегін бәрін орнықтыратын, үлгі болатын, өнеге болатын, ұлағат болатын, сондай тамаша бір қасиеттерді адамның жанына егіп отырады. Адамның жаны ылғи шөлдеп отырады. Кез келген адам. Кітап оқымаймын деген адам ол мен сенбеймін. Мүмкін ол кітапты аз оқуы мүмкін. Болмаса жек көріп оқуы мүмкін. Сондықтан айта салады. Мысалы, мен кітап оқымаймын деп. Шын мәнінде кітап оқымау мүмкін емес. Кітап оқу деген ол адамның табиғи қажеттілігі. Сондықтан кітапты оқимыз, іздеп оқимыз, таңдап оқимыз, талғап оқимыз. Кез келген кітап, кез келген әдебиеттің өзі оқу мәдениеті деген болады. Оқу мәдениеті болғанда мысалы өлең. Қазақтың қара өлеңінен бастап дастаны болсын, нақыл сөздері болсын, өлең формасындағы әдеби құндылықтарымыз мысалы, бұлардың бәрін оқығанда бір сыдырғы сыдыртып оқи салмайсың, кейде қайталап оқисың дегендей, кейде оқып, бірнеше рет оқып тоймайсың. Қайсы бір адамдардың белгілі бір сүйіп оқитын жазушысы болады, ақыны болады дегендей, соларды қайталап оқып жатады, жастанып оқып жатады. Прозада да сондай. Столының үстінде жататын кітаптар болады мысалы, қашан болса да сағынып тұратын. Сондай кітаптар болады. Тарихи шығармалар болады, түп тамырын танитын дегендей. Олардың бәрі оқылуға тиісті ғой. Олардың бәрін біз қал-қадерімізше оқып жүреміз. Әсіресе мына прозаның ішінде елге үлгі болатын бір әдемі сөздер болады. Кезінде мысалы біздің жас кезімізде жастар Алматыдағы студент қауымы Оралхан Бөкеевтің шығармаларын түгел жаттап алған кездері болды. Түгел қанатты сөзге айналып кеткен жағдайлары болды. Мысалы күнделікті сөзіне араласып кететін жағдай, күнделікті қолданысына араласып кететін жағдайлар болды. Сол сияқты, енді қазір қапелімде мынау деп дөп басып айта алмайсың. Дегенмен, әсіресе Төлен Әбдіков ағамыздың кітабында, Оралхан Бөкеевтің кітабындағы көптеген тамырлы сөздер кәдімгі сол қолданысқа кіріп кетті.
олардың көбісі қазір халықтан алығы сияқты кәдімгі етене болып кеткен. Оларды кейде біз аңғара бермейміз. Енді қазақ жазушыларының сөз маржаны, сөз қоры өте бай ғой, Аллаға шүкір. Бұлардың ішінде халыққа етене болып кәдімгі мәтелге айналып кеткендей сөздер өте көп. Адам кітапты оқыған кезде, албырт кезінде кітаптың мазмұнына қарайды, кітаптың көркемдігіне, кітаптың тартымдылығына қарайды. Одан кейін есейе келе, өмір көре келе талғап оқуға тырысады. Одан кейін автор таңдай бастайды. Өзі бұл өмірдің заңы, авторына қарап не қылады. Бұның кейде зияны бар, кейде зияны жоқ. Мысалы, бір авторды құлай сүйген адам, ол автордың жақсы жазғанында, Құбатөбел жазғанында, Ортанқол дүниесінде бәрін жаңағыдай сіңіре беруі мүмкін. Сондықтан енді біз оқығанымызда енді қазақ жазушыларының жетістігін білуге міндеттіміз, қайтсек те. Мүмкін автор ұнамауы мүмкін маған. Бірақ дегенмен оның жазған қаламынан шыққан дүние ол бүгінгі күннің, бүгінгі қоғамның мәселесін қозғап отырса, және ол халыққа, қалың оқырманды соңына ерте білсе, оны біз оқуға тиістіміз. Ондай әдебиеттер бізде өте көп, мысалы. Енді содан кейін мына қазіргі кезде әдебиетті, жалпы прозаны, содан кейін мынау прозаның әлгі очерк, әлгі публицистика деген нәрселері бар ғой. Осылардың бәрін кеңеске дейінгі кезең, кеңестен кейінгі кезеңде бөліп оқитыны бар. Бұл да дұрыс. Дегенменен осы күнгі кейінгі жазылған прозалық шығармалардың, менің ойымша, менің бұл жеке пікірім, деңгейі, деректік деңгейі де, мазмұны да бәрі кеңестік кезеңге дейінгі прозаға әлі жетпей отыр. Бұл менің ғана ойым. Себебі ол кеңестік замандағы прозаның қай түрі болмасын, қара сөздің қай түрі болмасын, әңгімеден бастап хикая, әңгіме, повест, новелла дейтіндері бар, романға дейінгі жаңағы күрделі романдық формалары бар. Бұлардың бәрі мейлінше кемеліне келген уақыттың кәдімгі сүзгісінен өткен тамаша дүниелер болып табылады. Мысалы, осы күнгі кейінгі жасөспірім оқырмандардың өзі Мұхтар Әуезовтің Абай жолын оқиды. Ілияс Есенберлиннің көшпенділерін оқиды. Бұлар тұрақты оқылуға тиісті әдебиеттер, мысалы. Әбіш Кекілбаевтың Үркерін оқиды. Оралхан Бөкеевтің Қайдасың қасқа құлынымын сағынып оқиды. Ән салады шағылдарын сағынып оқиды. Сол сияқты Тынымбай Нұрмағамбетовтың шығармалары кезіндегі бұлардың бәрі уақыттың сүзгісінен өтіп бізге жеткен бір әдебиеттің озық үлгілері болып саналады. Кейінгі жазылған шығармаларда әрине жаман емес, соның жалғасы ғой. Мысалы, белгілі бір қоғамдық формация өзгергенменен бәрібір әдебиеттің мазмұны, жалғасуы, көші бәрібір қалады. Кейінгі жазған жазушылардың ішінде де жақсы әдемі жазатын жазушылар бар. Бірақ дегенмен жаңа қазақ әдебиетінің бір өркендеген кезеңіндегідей, ғабеңдердің, қаламгерлердің сөзімен айтқанда, ғабеңдердің деңгейіне жететін қара сөз құдіреті қазір ондай емес. Қазіргі кезде көптеген жазушыларда, әсіресе проза жазушыларда сөз көсемдігі, сөзді талғау, сөзді қолдана беру, сөздің түбірін тану деген сияқты мәселелер олқы болып жатады. Осындай мәселелерді айтуға болады. Электрондық кітаптарды оқимыз. Мен өзім кәсібіме байланысты музыка саласы болғаннан кейін амал жоқ, электронды әдебиетті іздеп оқимыз, жүктеп оқимыз. Біздің енді отандық порталдарда, мысалы жаңағы әдебиет порталы сияқты үлкен кәдімгі көшелі болып қалған порталдардан
олардың дүниесін қазір қолданамыз. Себебі біреулер айтқандай мен кітапты тек қағаздан ғана оқимын, ama электронды жүйеден қабылдай алмаймын деп айтпаймын мен. Себебі электрондық жүйеден қабылдасаң да, қағаздан қабылдасаң да, ол бәрібір қабылдайсың. Көз арқылы келеді. Көз арқылы келеді, жүрек арқылы келеді, ми арқылы келеді, бәрібір қабылдайды. Ол тек формасы ғана. Әдебиетті таратудың белгілі бір әртүрлі жолы сияқты. Сондықтан мына электрондық кітаптарды өзім мысалы көп оқимын. Сағынған, жас кезімдегі сағынған жазушылардың мысалы көптеген шығармаларын осы электрондық жүйеде оқып отырамыз. Содан кейін қазіргі электрондық жүйенің халыққа ең бір кең тарайтын түрі мына телефон. Телефонда жарияланған біздің ақындардың біршама өлеңдері бар, біршама кітаптары бар. Оларды да оқуға тырысамын мен, қалмаймын. Қай күні болмасын, әйтеуір осы бір жаңалық келіп қалды ма екен деп телефонның ішіне соларды іздеп, кейде түртпектеп отыратыным бар. Әсері болмады деп айтпаймыз, болады. Жас кезімізден бастап сол кітаппен әсерленіп өстік, кітаппен тәрбиелендік. Қалай болмасын сол кітаптағы жағымды кейіпкерлерге еліктеп өстік. Мысалы менің бала кезімде Әділхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» деген үлкен бір диалогтық формада құрылған бір үлкен бір хикаясы, қазіргі тілмен айтқанда повесті жарық көрді. Сол кезде біз Бауыржанның ерлігіне еліктеп өстік мектепте жүргенде. Бауыржан сияқты ұлтын сүйген қаһарман болса екен, соғыстан қайтпаса екен. Москваның ана суығын суреттейді. Сол жылы бір қатты салқын суық болып еді дейді. Немістердің шынында ол жылы 41-ші жылы сол Дубосеково тас жолында аса бір ұйтқыған жел, саршұнақ аяз болған ғой. Сонда көптеген жаудың әскері де қырылып қалған. Біздің сол кезде мына қазақ жерінен шыққан қаһарман батырлардың ерлігі жарияланады. Сол кезде соған еліктеп, өзімізді солай тәрбиелеп, керек болатын болса қысты күні сол суыққа шыдамды боламыз деп, жаңа қарға аунап дегендей, жаңағыдай желең жүріп дегендей сондай жағдайымыз болды. Одан есейе келе бозбала кезімізде оқыған әдебиеттеріміз шықты. Бозбала кезімізде оқыған әдебиеттердің ішінде ең бір жастардың арасында кең тараған танымал әдебиет болады ғой, сүйіп оқитын жұрттың бәрі. Мысалы, ол кезде Оралхан Бөкеев, Төлен Әбдіков, мысалы, Мұхтар Мағауин сияқты жазушылар болды. Бұларды оқымаған адам, бір кемшін адам сияқты топқа кіре алмайтын жағдайлар болатын. Соншама кітаптыққа деген ғашықтық, жаңа кітаптыққа деген сүйіспеншілік орасан болатын жастардың арасында, мектепте де. Сол кезде еліктеп өстік. Оның алдында мысалы мектепте кез келген бала Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» деген кәдімгі атақты хикаясы бар емес пе? Мектеп туралы, мектептегі алғашқы жастардың арасындағы алғашқы енден жетілген психологияны қатты зерттеген кісі. Оның кітаптары біздің есімізде қалды. Оған еліктеп өстік. Оралхан Бөкеевтің әңгімелеріндегі жаңа кейіпкерлерге еліктеп, ұзарта шаш қоя жаздаған жаздайларымыз болған. Ол кезде комсомолдың қатал заманы, соның өзінде сондайлар кейіпкерлерге, авторларға еліктеген кезеңіміз болды. Одан кейінгі жағдайларда тарихи романдар. Ол кезде көшпенділер алғашқы кезде үш бөлімнен шығып отырды ғой. Сол көшпенділердің ішіндегі батыр бабаларымызға, хандарға, билерге, соларға кәдімгідей іштей еліктеп өскен жалғыз біз емес, бірнеше ұрпақтар болды. Адам баласы қай заман болсын тек қана еліктеумен өседі. Еліктеумен өседі. Егер сол кезде сол ұрпаққа осы біздің мына қазақ жазушыларының еңбектерінен бөлек түрме романтикасы деген әдебиеттер тарап кететін болса, олардан сөз жоқ қылмыскерлер де шығар еді. Әдебиет деген үлкен құрал ғой. Ол не жақсы, не жақсылыққа, не жамандыққа қай-қайсысына болмасын абайлау керек. Сондықтан осындай әдебиеттерді оқыдық. Одан есейе келдік.
Есейген кезде біздің мына орыс әдебиеті, енді қазақ оқырманына орыс әдебиеті бәлендей таңсық болған жоқ, жақсы аудармалар да болды. Оның үстіне түп нұсқасында да оқыдық қой. Мысалы, Чеховтың, Достоевскийдің кітаптары, Толстойдың кітаптары, оларды да оқыдық. Олардың ішіндегі кейіпкерлерге де еліктеген жастар болды. Мысалы, түз халқының қаһармандығы Хаджы Мұратта, Толстойдың Хаджы Мұратында. Оған көптеген, мысалы, орыс оқырманның көзқарасы басқа болған. Хаджы Мұрат бұл жабайы, солай деп санайды. Бірақ мына түз оқырманы, мына Кавказ халқы, Азия жұртшылығының көзқарасы мүлде басқа. Оның жаңағы ұлт үшін басын бәйгеге тіккен батыр екенін етене қабылдап отыратын. Әрине Чеховтың шығармаларын қазақшаға, қазақ тіліне аударылды кезінде, бірақ түп нұсқасындай болмайды еш нәрсе. Түп нұсқасында да оқыдық. Сол сияқты шетелдің шығармаларын оқыған кезеңдерде болды. Шетелдің шығармаларына еліктеген кезеңдерде болды. Мысалы, атақты Үш мушкетер, Үш ноян, мысалы, Үш ноянға еліктеген кездері болады, мысалы. Шетел әдебиетінің, Дюманың кітаптары, мысалы. Әрине 15 жасар капитан сияқты әлгі балдырғандар оқитын шығармалар, әдебиеттер, фантастикалық әдебиеттер, ол бір бөлек. Ол жас кезеңде болатын нәрсе. Қысқасын айтқанда, еліктеу деген ол керек. Еліктеу кез келген балдырғаннан үлкен тұлғаға жетектейтін бір құбылыс, былайша айтқанда, жобасы. Жазушылық деген, жалпы қаламгерлік деген, бұл жай ғана әуестене қоятын дүние емес. Жалпы қаламгерлік деген адамға қобызшылық өнер сияқты қона бітетін, табиғатына біте, қанына біте, сондай даритын үлкен қабілет. Сондықтан бұған әлде қандай бір әуес болу мүмкін емес. Оны біздің әдебиетке араласқан әртүрлі ғасырларда, әртүрлі замандарда ол белгілі болды. Әуестенушілер болды. Әлде қандай жағдайменен жаңағы жазушылықты мақсат тұтқандар да болды, армандағандар да болды. Бірақ жаңағы табиғи дарыны болмаған жағдайдан кейін бұлар тек графомандық деңгейден ары қарай аспайды. Сол қалпында қалады. Ол енді табиғаттың заңы. Бұл сұрыпталуы. Өз адам баласының өзі әркімге әртүрлі қабілет береді. Сондықтан мен еш уақытта әуестенген емеспін. Әуестенудің қажеті де жоқ. Оның есесіне әдебиетші болып белгілі бір туынды жазғаннан кейінгі ләззат, бір кітабы шыққан кезде қуанған жазушының, ақынның ләззаты болады, ол өзіне өзі разы болады. Сол ләззаттан оқырманның, сүйіп оқыған оқырманның, талғампаз оқырманның алған ләззаты бірнеше есе күшті болады. Сондықтан оқырман болғанда бір мәртебе, жақсы оқырман болғанда бір мәртебе.